қолмен май былғауға кірісіп кеттім. Бұл жерде сепаратордан өткізілген сүттің қаймағы. Қазір жайлап осылай асықпай былғап, майдың суын шығарамын. Мына жерде суын құюға арнап ыдысты қойып қойдым. Өте тамаша, сап-сары май болып шығады, Алла бұйыртса. Бісміллә деп бастап жатырмын мінекей. Ал енді достар, майдың суы шыққанша сіздерге бір Сұлтанмахмұт Торайғаровтың тамаша асыл сөз деген өлеңін оқып берейін. Асыл сөзді іздесең, абайды оқы ерінге. Адамдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге. Сөз мәнісін білмесең, өлең оқып не керек? Не айтқанын сезбесең, жарапазан не береді деп, сондай бір керемет асыл сөзін бізге өсиет етіп қалдырған екен. Тамаша. Неге көзді ашып жұмғанша майдың суы да шықты.